Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге өте оңай, тез жасалынатын әрі өте дәмді пирогтардың бірі банофи пай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ұн, үстінен разрыхитель салдым, және де қант, үстінен сармайды салып, қолымызбен ұнтақтап крошка жасап аламыз. Толықтай сармайды үгітіп алуымыз керек. Дәл осылай болады. Үстінен жұмыртқа саламыз. Бір дана жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр илейміз. Толық құрамын төменге описанияға қалдырып кеттім. Описаниядан қарап, өлшеп жасасаңыздар болады. Міне қамырды тұндырып қойып, 10-15 минутқа солай жасасаңыздар да болады. Мен бірден жасадым. Негізі біраз уақытқа қойып қойсаңыздар керемет болып шығады. Қамырды үйіңізде қандай форма бар, кез келген формаға жайғастырып алып жасай бересіздер. Менде осындай форма, бірінші шетіне қойып алдым қамырларды. Сосын қалғанын дәл осылай біркелкі етіп шығасыздар. Шеттерінде реттеп, осылай форманы дайындап болғаннан кейін бірден шанышқымен тесіп аласыздар да қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аласыздар. Қызарғанға дейін толықтай пісіп шығуы керек. Оған дейін біз кремін жасайтын боламыз. Бізге креміне сливки қажет болады. 33-34% сливкиді пайдалансаңыздар болады. Үстінен творожный сыр және де қант ұнтағын салып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығымен бастап, жылдамдығын көтересіздер, қою болғанға дейін миксерлейсіздер. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген ыстық тағамдар, тәттілердің түрлері, банкі, жалпы кез келген салаттар барлығын менің каналымнан таба аласыздар. Сол себепті каналымды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді жаңағы пісіп шыққан қамыр толықтай суыды. Суығаннан кейін үстінен қойылатылған варенка қосамыз. Менде три желаниянікі қою түрі, сонда өте дәмді болып шығады. Әбден суығаннан кейін барып, осылай біркелкі болғанша астына төсеп шығасыздар. Үстінен бананды кесіп саласыздар. Бұл пирог осынысымен өте дәмді. Вареный сгущенка, үстінен банан, оның үстінен крем жаққан кезде ерекше дәм болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде де, қонақ дастарханға да өте керемет үйлеседі. Дәл осы рецепт бойынша қаншама қыз-келіншектер жасап табыс та тауып жатыр. Сол себепті табыс тапсаңыздар да болады. Өте керемет, оңай пирогтардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең бетіне осылай кремді мешокқа салып, үстін әдемілеп қойып шығасыздар. Осымен біздің өте оңай, әрі тез жасалынатын банофи пай пирогымыз дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәл осылай ұсынсаңыздар да болады, немесе үстіне какао себуге де болады. Міне дәл осылай өте әдемі көрінеді. Кейбір кісілер какаоны үстіне сеуіп қойғаны да ұнатады. Сол себепті үстіне какаоны да әсемдеп себіп шықсаңыздар болады. Тағы да ескерте кетейін, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сізге тағы да керемет рецепттерді ұсынатын боламын. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған ләззат.